Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай жасалатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа, 5 шай қасық қаймақ, шым-шым тұз керек, 4 шай қасық ұн салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табамызға қамырымызды құйып, тегістеп шығамыз. Өте тез піседі, бетін жауып қоямыз. Піскен соң келесі бетіне аударып, тез арада кетчуп немесе очкамыз жағамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетіне помидор қойып шықтым, колбаса қойып шықтым. Огурцы қойып, бетіне сыр септім. Бетін жауып қойдым. Осымен дайын болды, өте дәмді шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар.